Мынадай жұмсақ бауы тоқашын үйде оңай жасауға болады. Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі танымал бауы тоқашын дайындаймыз. Үй жағдайында оңай дайындалады және ішіне қалаған салманы салуға болады. Алдымен тұздық жасаймыз. Ол үшін етті жіңішкелеп, ұзыншақтап турап аламыз. Болгар бұрышын жіңішкелеп тураймыз. Енді сельдерей мен пекин капустасын тураймыз. Сарымсақ пен пиязды майдалап турап аламыз. Барлығын ыдысқа саламыз. Енді қызып тұрған табаға өсімдік майын қойып, етті жақсылап қуырамыз суы тартылғанша. Үстінен сарымсақ, пияз, болгар бұрышын саламыз. Сельдерей мен пекин капустасын саламыз. Дәміне қарай паприка, тұз, қара бұрыш қосамыз. Соя тұздығын және томат пастасын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен жылы су құямыз. Оттың астын азайтып 25-30 минутқа бетін жауып, көкөністер жұмсарғанша пісіріп аламыз. Тұздық дайын болғанша тоқаш дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы су, жылы сүт, өсімдік майын құямыз. Тұз, қант, ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді иленген қамырға жұмсақ сары май қосып, май сіңгенше жақсылап илейміз. Содан кейін бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше. Міне біздің қамыр дайын. Енді қамырды жұқалап жаямыз оқтаудың көмегімен. Қамырды стакан немесе қалыптың көмегімен кесеміз. Енді әр қайсының бетіне өсімдік майын жағып бүктейміз, дәл видеодағыдай.
Манты пісіретін ыдысқа май жағып, тоқаштарды тізіп шығамыз, арасын алшақ қылып. Манты пісіргішке суды қайнатып аламыз, содан кейін тоқаштарды буға қойып 45 минут пісіреміз, бетін ашпаймыз. Тоқаштар пісіп болған соң оттың астын өшіреміз, содан кейін 5-7 минут бетін ашпай қоя тұрамыз. Дайын тоқаштарды тәрелкеге тізіп шығамыз, ортасына тұздық құямыз, бетіне көк сеуіп дастарханға ұсынамыз. Міне біздің бауы тоқашы тұздығымен дайын, жұмсақ әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіз. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.